Сәлеметсіңдер ме балалар? 79-шы сабақта біз 3-ке көбейту кестесі тақырыбын өтетін боламыз. Каналға жазылуды ұмытпаймыз. Бірінші тапсырмада суреттегі және үлгіні пайдаланып өрнектердің мәнін тап дейді. Міне үлгіде көрсетіп қойыпты бізге. 3 қосылған 3 қосылған 3. Оны біз 3 көбейту 3 деп жазсақ болады екен, 3-ке 3 қоссақ 6, 6-ға 3 қоссақ 9, Ал егер 3-ті 3-ке көбейтсек, ол да 9 болады екен. Немесе 4-ке 4-ті қосамыз, 8, 8-ге тағы да 4 қоссақ 12 болады, Ал біз оны 4 көбейту 3 деп жазсақ болады, көбейту амалымен, Сонда 4 3-ке көбейтсек 12 болады екен. Немесе 5 қосылған 5, қосылған 5, 5-ті 3 рет өз-өзіне қосамыз, сонда 15 болады, Оны көбейтумен біз 5 көбейту 3 деп жазсақ болады. Немесе 6 қосу 6, қосу 6, оны біз 6 көбейту 3 деп жазсақ болады. Ол 18-ге тең болады. 7 қосу 7, 14, оған 7 қоссақ 21 болады. Ал көбейту амалымен оны 7 көбейту 3 деп, оны да 21 деп жазамыз. 8 қосу 8, қосу 8, бұны 8 көбейтілген 3 дейміз. Өйткені 8-ді өзіне өзі 3 рет қосып тұрмыз, Ол 24-ке тең болады. Ал 9-ды 3-ге көбейтсек, ол 27 болады. Ал 9-ға 9 қоссақ 18, 18-ге 9 қоссақ, ол да 27 болады. Енді екінші тапсырмада санды 3-ке көбейту кестесін жатта және қолдануды үйрен дейді. Балар, осыны өздерің үйден жаттап аласыңдар, Өйткені барлық сабақта бұл бізге керек болады. 3-ті 3-ке көбейтсек 9, 4-ті 3-ке көбейтсек 12, 5-ті 3-ке көбейтсек 15, 6-ны 3-ке көбейтсек 18, 7-ні 3-ке көбейтсек 21, 8-ді 3-ке көбейтсек 24, 9-ды 3-ке көбейтсек 27 болады. Бұл жерде қараңдар, 5-ті 3-ке көбейтіп кенде 15 болады дедік қой, Бұл санды 3-ке көбейту кестесі бойынша. Ал біз бұны керісінше 3-ті 5-ке көбейту, немесе 5-ті 3-ке көбейту десек болады. 5-ті 3-ке көбейтсек те ол 15 болады. Бұны біз көбейтіндінің ауыстырымдылық қасиеті бойынша деп айтамыз. Енді 15-ті 5-ке бөлсек 3 болады, немесе 15-ті 3-ке бөлсек ол 5 болады, Өйткені көбейту мен бөлу өзара кері амалдар. Енді үшінші тапсырмада бізге санды 3-ке көбейту кестесін пайдаланып, кестелерді толтыр дейді. Қараңдар, мына бос ұяшықтың орнында төбеде тұрған сандарды жазып шығамыз. Мысалы, 3-ті 4-ке көбейтсек, ол 12 болады, Енді 3-ті 5-ке көбейтсек, ол 15, 3-ті 6-ға көбейтсек, 18, 3-ті 7-ге көбейтсек, 21, 3-ті 8-ге көбейтсек, 24, 3-ті 9-ға көбейтсек, 27 болады. Ал астындағы кестеде ол жерде бізге бөлу берілген екен. Яғни бос ұяшықтың орнына 9-ды қоямыз. 9-ды 3-ке бөлсек 3 болады, Енді 12-ні қояйық, 12-ні 3-ке бөлсек 4, 15-ті қояйық, 15-ті 3-ке бөлсек 5 болады, 18-ді 3-ке бөлсек 6, 21-ді 3-ке бөлсек 7, 24-ті 3-ке бөлсек 8, 27-ні 3-ке бөлсек 9 болады. Осылай жазып шығамыз. Төртінші тапсырмада біз мысалдарды шығарып көрейік. Бізге үлгі берілген екен, 20-ны 3-ке көбейтеміз. Ол деген 20 дегеніміз біз 2 ондық екенін білеміз. 2 ондықты 3-ке көбейтсек, ол 6 ондық болады. 6 ондықты 60 деп жазамыз. Немесе 600-ді 3-ке бөлейік. Ол 6 жүздікті 3-ке бөлсек, 2 жүздіктен шығады, 2 жүздік дегеніміз 200. Енді 30-ды 3-ке көбейтеді. 30-ды 3-ке көбейтетін кезде біз 30-ды 3 ондық деп аламыз, Енді 3-ті 3-ке көбейтсек 9, оның жанына ондықты жазамыз. 9 ондық дегеніміз бізде 90. Немесе 900-ді 3-ке бөлейік. 900 дегеніміз 9 жүздік, Яғни 9-ды 3-ке бөлсек 3 шығады, Оның жанына жүздікті жазамыз. Сонда 3 жүздік дегеніміз 300 болады. Одан кейін 30 дециметрді 3-ке көбейтеді. 30 дециметрді 3-ті 3-ке көбейтеміз. 9 болады, оның жанына 1 0 жазамыз, дециметрдің өзі жазылады. Немесе 90 килограмды 3-ке бөлу керек дейді. 9-ды 3-ке бөлеміз, 3 болады, қасына 0 жазамыз, 30 килограмм өзі жазылады. Енді 5-ші есепті шығарайық. Асық ату жарысына 15 бала қатысты. Олар әр топта 5 баладан болатындай бірнеше топқа бөлінді. Жарысқа неше топ қатысты дейді. Яғни барлығы 15 бала болды, Енді әр топта 5 баладан болса, біз 15-ті 5-ке бөлеміз. Біз айттық 15-ті 5-ке бөлсек, ол 3 шығады дедік, 3-ті 5-ке көбейтсек, ол 15 болады. Яғни бұл жерде жауабы 3 топ қатысты. Ал енді 6-шы тапсырмада мысалдарды шығар дейді. 36-ға 46-ны қосамыз, баған түрінде шығарайық. 6-ға 6-ны қоссақ 12, 2-сі түсіп 1 ойда, 3-ке 4-ті қоссақ 7, ойдағымен 8 болады. Немесе 23-ке 77-ні қоссақ, 3-ке 7-ні қоссақ 10, 0 түсіп 1 ойда, 2-ке 7-ні қоссақ 9, ойдағымен 10 жазамыз, сонда 100 болады. 60 3-тен 47-ні аламыз. 3-тен 7-ні ала алмаймыз, 6-ның 1-ін ондығын береміз, сонда 13-тен 7-ні алсақ 6 болады. Мына жерде 5 қалды, 5-тен 4 алсақ 1, сонда 16. Енді 92-ге
56-ны алайық. 2-ден 6-ны ала алмаймыз. 90-ның 1/10-ын береміз, 12-ден 6-ны алсақ 6, мына жерде 8 қалды, 8-ден 5-ті алсақ 3. Енді 9-ға 2-ні көбейт дейді. 9-ға 2-ні көбейтсек 18 болады, Ал 18-ді 3-ке бөлу керек дейді. Бағана біз айттық 3-ті 6-ға көбейтсек 18 дедік, Яғни 18-ді 3-ке бөлсек ол 6 болады. Енді 6 бөлу 2 дейді. 6-ны 2-ке бөлсек 3 болады. 21 бөлу 3 дейді. 21-ді 3-ке бөлсек 7 болады. Енді 7-ші тапсырмада салыстыру берілген екен. 2-ні 3-ке көбейтеміз, 6 болады, Ал енді 12-ні 3-ке бөлсек ол 4 болады. Яғни 6 үлкен 4-тен. 6-ны 3-ке көбейтеміз, 18 болады. Ал 3-ті 6-ға көбейтсек ол да 18 болады. Яғни бұл жерге теңдік белгісін қоямыз. Енді 14-ті 2-ке бөлсек 7 болады. Ал 9-ды 3-ке бөлсек 3 болады, Яғни 7 үлкен 3-тен. Енді 8-ші тапсырмада теңдеуді шешу берілген екен. X қосу 47 тең 91. Осы жерден X-ті табу үшін 91-ден 47-ні аламыз. Сонда X-іміз 44-ке тең болады. Енді тексеріп көрейік. 44-ке 47-ні алсақ 91 болады. 91 тең 91. Екіншісі 53 алу Y тең 27. Осы жерден Y-ті табайық. Ол үшін 53-тен 27-ні аламыз. Балар Y ортада тұр, алу Y деп тұр. Сондықтан бұл жерде алу амалы қала береді, азайту амалы. Сонда Y-іміз 26-ға тең болды. Енді тексерек 53-тен 26-ны алсақ 27. 27 тең 27. 9-ші тапсырма қарайық, өрнектердің мәнін тап дейді. Осы есептерді шығарамыз, 7-ні 3-ке көбейтсек 21 болады. 300-ді 3-ке көбейткенде 3-ті 3-ке көбейтсек 9, артына 2 0 жазамыз. 15-ті 3-ке бөлейік. 15-ті 3-ке бөлсек 5 болады, Ал 90-ды 3-ке бөлген кезде 9-ды 3-ке бөлеміз. 3 артынан 0-ді жазамыз. 4-ті 3-ке көбейтсек 12 болады. Ал 100 килограммды 3-ке көбейтсек 1-ді 3-ке көбейтсек 3 болады. Артына 100-дің 2 0-ы қоямыз. Сонда 300 килограмм болады. 24-ті 3-ке бөлсек 8 болады. Ал 30 сантиметрді 3-ке бөлсек 3-ті 3-ке бөлсек 1 болады, Артынан 30-дің 0-ын жазамыз. Сонда 10 сантиметр болады. Ал енді 10-ші есепте кім жылдам деген есеп екен. 0 санынан бастап 3-3-тен қоса отырып 30-ға дейін саны әрбір 3-ші санға сәйкес әріптерден сөз құрастыр. Шыққан сөзді оқы, ол туралы өз ойыңмен бөліс дейді. Алдымен 0 санынан бастап дейді, 0-ға 3-ті қоссақ 3 болады, ол А әріп екен. 3-ке 6-ны қоссақ, 3-ке тағы да 3-ті қосамыз 6 болады, ол У әріп екен. Енді 6-ға 3-ті қоссақ 9, ол Д әріп екен. Одан кейін 9-ға 3-ті қоссақ 12, 12-ге 3-ті қоссақ 15, 15-ге 3-ті қоссақ 18, 18-ге 3-ті қоссақ 21, 21-ге 3-ті қоссақ 24, 24-ге 3-ті қоссақ 27, 27-ге 3-ті қоссақ 30. Сол кезде бұл жерден аударыспақ деген сөз шығады екен. Аударыспақ дегеніміз ол ат үстіндегі күрес, сондай спорттың бір түрі. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Жаңа сабақтарды көру үшін каналға жазылуды ұмытпаймыз. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңдар.